Сәлем достар, қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін ауыз ашарға жемшидектен жеңіл, өте дәмді салат дайындаймыз. Және де қарапайым, жеңіл сорпа дайындаймыз. Ең алдымен міндетті түрде сүйегі бар етті қайнатып, орташа отта 2 сағат пісіреміз. Сүйекті еттен сорпамыз майлы, дәмді болып шығады. Бұл сорпа қарапайым түрі өте дәмді болады. Етін піскеннен кейін алып аламыз. Содан кейін сәбіз бен картопымызды тураймыз. Пияз немесе болгар бұрышын салсаңыз болады. Етімізді турап алдым. Енді барлығын қазанға салып пісіреміз. Енді ауыз ашарға жеңіл салат дайындаймыз. Өте дәмді, 5 минутта дайындалатын салат. Барлығын жемшидектерді тураймыз. Банан, алма, апельсин, кивиді және анарды саламыз. Енді осының барлығын кез келген процентте йогуртпен араластырамыз. Салат жеңіл, жылдам, тез жасалады. Қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Менің видеомнан қалдырмау үшін каналыма тіркеліп, қоңырау кнопкасын басып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.